Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бөлменің сәнін келтіретін үй гүлдерін қалай өсіру, қалай тез өсетін жолдарын көрсететін боламын. Менің тәсіліммен жасап көрсеңіздер, сіздердің де гүлдеріңіз дәл осындай болып, үлкен болып өсетін болады. Бөлме гүлдері ерекше күтімді қажет етеді. Гүлдерін баптап күтсеңіздер, гүлдеріңіз осылай жайқалып өсетін болады. Міне женский счастьяның ыдысы өздеріңіз көріп тұрғандай кішкентай гүлді, кішкентай ыдысы тар болған сайын бұлар үлкен болып осылай өсетін болады. Сол үшін сіздер ыдыстарын неғұрлым тар қылып ексеңіздер, сонда осылай жайқалып, топталып өсетін болады. Енді бұны мен көктемде бөлетін боламын. Қазір енді осы гүлдер осы ыдыста өсе береді. Мына гүлдер міне өздеріңіз көріп тұрғанда женский счастье өте керемет гүлдер. Көктемде көп болып ашқан еді, енді қазір демалып жатыр. Женский счастье бұл даланы жақсы көрмейді, күнді ыстық жерді ұнатпайды. Сол үшін үйде тұрды бұл. Осы үйде өсіп жатыр. Тұрғандай күнделікті жейтін банандарыңызды осылай міндетті түрде тастамай осыны гүлге құйсаңыздар, гүлдеріңіз өте әдемі болып өседі. Осылай 2 литрлік ыдысқа осылай бар бананның қабықтарын салып, ішіне су толтырып 3-4 күнге қойып қоямыз. 3-4 күнге бетін жауып қойсаңыздар болады. Сол кезде мына гүлдердің ішіне құйсаңыздар, гүлдеріңіз өте жайқалып өсетін болады. Бұл бірінші тәсілім. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай керемет пайдалы видеолар бар, және де менің каналыма тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, қолдап кетуді өтінемін. Енді екінші тәсілім осындай жұмыртқаның қабығын тастамай, бұны да осылай майдалап езіңіздер. Езіп, жақсылап езіп, осыны гүлдің түбіне тастасаңыздар, бұл да гүлдің әдемі өсуіне көмектеседі. Тұқымның қабығында білесіздер өздеріңіз витамин көп екенін. Енді бұны блендерден өткізсеңіздер де болады. Болмаса осылай майдалап ессеңіздер де болады. Міне банкімізде өздеріңіз көріп тұрғандай 3-4 күнге қойып қойсаңыздар болады. Сөйтіп осылай гүлдіге өстіп азыздан барлық гүлдеріңізге құйып шықсаңыздар болады. Сонда біздің гүлдеріміз өте әдемі болып өседі. Міне тұқымның қабығын, езген қабығын осылай түбіне тастасаңыздар да болады. Болмаса ашып көрінбесін десеңіздер, ашып арасына тастап жіберсеңіздер болады. Еме бұның топырақтары аздау болып қалды. Сол үшін мен бұны қазір осылай тастап, бетіне топырақ салып толтыратын боламын. Міне менің тәсіліммен осылай жасап, сіздер де гүлдеріңізді әдемі өсіре беріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Үнемі бананның қабығы болған кезде міндетті түрде осылай гүлдерге құямын, әшейін тастамаймын. Сол үшін сіздер де бананның қабығын және жұмыртқаны, күнделікті жеп жатқан жұмыртқаның қабығын осылай гүлдеріңізге салып отырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, қош сау болыңыздар.